жарақаттаныпты? Аяғы не істепті? Жол бару кезінде аяғы зақымданған болады. Аяқ сүйектің сынуы болып табылады. Бұл сүйек сынуында ашық сүйектің ашық сынуы болып тұр. Ашық сынуы кезінде біз дәл қазір кезде антисептикалық ерітіндімен емдейтін боламыз. Ал қазіргі кезде негізі шинаны пайдаланады. Шинаны пайдаланған кезімізде біз пайдалана отырып сүйектің қозғалмауын қамтамасыз етеміз. Осылайша сүйектің ісініп кетпеуін алдын аламыз. Алғашқы рет осылай кетті. Шина машинада болмай қалды. Бұл мысалға жолдың кетіп бара жатырмыз. Құдай өз бетін сақтасын, ары қылсын. Шымкент Алматы трассасында осындай жағдай болды. Біз қандай жағдайда шинаның орнына нені қолдана аламыз? Ағаш немесе қатты бір зат, екі қолдануға болады. Қазір сіз не көрсете беріңізші? Бізде? Жалғастыра беріңіз. Сынық дегеніміз жарақат алу барысында сүйек тұтастығының бұзылуы. Бұндай жағдайда біздің барлығымыз алғашқы медициналық көмек көрсету ережелерін білуіміз керек. Травматикалық сынықтар көбінесе соққы алудан және ауыр соққы алудан және құлаудан пайда болады. Олар ашық және жабық болып бөлінеді.